қазақ зиялыларының не айтып жатқанына емес, не айтпай жатқанына назар салыңыздар. Не істеп жатқанына емес, нені істемей жатқанына назар салыңыздар. Не нәрсеге қарсы тұрып жатқанына емес, не нәрсеге қарсы тұрмай жатқанына назар салыңыздар. Маған өте көп жастар хат жазады. Секе, қоғамдағы ана тақырыпты, мына тақырыпты көтеріп жүрген ана әулие, мына әмбие, ана ұлтшыл, мына қайраткер, мына пайғамбар қалай қарайсыз, анаған қалай қарайсыз, мынаған қалай қарайсыз. Қазақстан дейтін бұл бір таңғажайып ел, ол советтік диктатуралық елден батыстық демократиялық елге өтейін деп өте алмай қалған. Басы советтік диктатурада қалған, бірақ өзін батыстық демократиялық үлгідегі ел сияқтап көрсететін құбыжық ел. Бейне есек пен жылқының ортасынан пайда болған қашыр сияқты ел. Бұл елде барлық нәрсе өтірік. Сайлау өтірік, бірақ сайлау өтеді. Референдум өтірік, бірақ референдум өтеді. Президент сайланады, бірақ анығында президентті біреу тағайындайды. Парламентте депутаттар анығында заң шығарады дейді, бірақ олар қай заңның шыққанды өзі білмейді, сыртынан қол қоя береді. Барлық нәрсе өтірік. Сот тәуелсіз деп қояды, бірақ сот жоғарының тапсырмасын орындайды. Ақпарат еркіндік бар дейді, бірақ журналистер түрмеде отырады. Азаматтардың саяси бостандығы бар, партия құру, ұйымдарға үйісу құқы бар дейді, бірақ азаматтар үйісе бастаса заңсыз жиналыс өткіздің деп сотталады. Партия құрамын дегендігі үшін Марат Жыланбай, Асқар Сенбай түрмеде отыр. Ал азаматтардың өзінің ұқсамаған саяси көзқарасын айтуына, білдіруіне болады деп, ұқсамаған саяси көзқарасын білдірген Бекзат Мақсұтхан бастаған Атажұрттың 18 азаматы 5 жылға сотталды. Барлық нәрсе мүлде керісінше. Конституция бар, бірақ атқарылмайды. Қылмыстық істер заңы бар, бірақ атқарылмайды. Бұл жерде парақорлар отырып, антикор құрып алған. Бұл жерде қылмыскерлер отырып, халықты қылмыстысың деп соттайды. Бұл жерде бандиттер, қарақшылар отырып, қарақшылық жасадың дейді. Бұл жерде шетелге кеткен ақшаны қайтарамыз дейді, оны өздері жейді. Бұл жерде су жаңа, сіп-сібежей жаңа Қазақстан құрдық дейді, бірақ өздері ескі Қазақстанның қалдықтары. Бұл жерде жаңа конституция жасадық дейді, бірақ өздері ескі адамдар. Яғни барлығы өтірік. Барлығын өтірік жасайды. Қазақстанда тура сол сияқты оппозицияда өтірік жасайды. Қолдан партияны өтірік жасайды. Мысалы, парламентте оппозициямыз дейтін Ақ жол партиясы, президент кеткенде еңіреп жылайтын Азат Перуаштың партиясы болады. Қандай елде сол елдің аталмыш оппозициясы өзі қарсы болған президент кеткенде еңіреп жылайды. Байден кеткенде жылаған республиканды көрдің ба? Немесе Трамп президенттіктен алдыңғы жол құлап қалғанда жылаған демократты көрдің ба? Қуанбаса ешкім жыламайды. Бірақ Қазақстанда аталмыш оппозициялық партияның жетекшісі президент қызметінен өз еркімен өзі кетіп, өзінің адамын тағайындағанда еңіреп тұрып жылайды. Міне көрдіңіз ба? Міне қолдан ауыл партиясы, қолдан Ақ жол партиясы, қолдан республика партиясы жасақтады. Енді сол аз дегендей күні кеше президент аппаратында жұмыс істеген, күні кеше барлығы Нұр Отанда, Аманат партиясында жүрген қалың маймылға бір жолда тапсырма беріп, бірін-бірі танымайтындар аяқ астынан бір жерде үйсе қалып, аяқ астынан партия болып бірге қалып, енді әділет партиясын құрып жатыр. Бәрі өтірік. Өтірік докуматтар жазылады, өтірік жылдық есептер жазылады, жолдар өтірік қағазда жол салынады, ақша өтірік бөлінді дейді, әкімдердің қалтасына кетеді. Мектептерге, докторханаларға өтірік аспаптар сатып алынады, ол аспап сатып алынбайды, жеке қалтаға кетеді. Өтірік капитальный ремонт жасалады, ол ақшалар жаңа аталмыш сол ремонтты жасаған, бірақ өмірінде бір кірпішті не ары бері қозғамаған компаниялардың есеп шоттарына кетеді. Барлығы өтірік. Бұл жердегі зиялылар да өтірік. Бұл жердегі оппозиция да өтірік. Бұл жердегі аталмыш қаңылтыр қайраткер, елім, қазағым дейтіндер де өтірік. Ақыны да өтірік, жазушысы да өтірік, діндері де өтірік. Діндері де мұнафиқ. Неге? Биліктің ит аяғынан жуынды ішеді. Сондықтан мен қазақтарға айтамын. Барлығы бір теманы көтеруге беріп қойған, ана теманы көтер, сен ешкілердің темасын көтер. Ешкілердің көңіл күйі жақсы ма, психологиясы дұрыс па, сен тауықтың тақырыбын көтер, сен шошқаның тақырыбын көтер, бір тақырыпты беріп қойған. Қарасаң әшейін бәрі қалқайым қазағым деп қан жұтып қақсап жатыр. Бірақ бір нәрсені айтамын. Нені айтып жатқандарына назар салмаңыздар. Нені айтпай жатқанына назар сал. Яғни қоғамдағы ең негізгі көтеретін нәрсе не? Мына биліктің зұлымдығы, диктаторлығы. Олар соны айтпайды, қалғанның бәрін айтады. Нені көтеріп жатқандығына назар салма, нені көтермей жатқандығына назар сал. Және нені істеп жатқандығына назар салма. Нені істемей жатыр. Өздерінше бір жоқтан өзге бір билік рұқсат берген жұмысты істеп жатады. Қарасаң қазақ үшін пайдалы. Бірақ олар нағыз қазаққа ең пайдалы жұмыс не? Мына зұлымдықты, диктатураны аяқтату еді. Бірақ олар бұны істемейді. Сондықтан мен қайталап тұрып айтамын. Нені істегенін емес, нені істемегеніне қара. Нені көтеріп жүргеніне емес, нені көтермегеніне қара. Нені айтқанына емес,
нені айтпағанына қара. Сонда қазіргі қазақ қоғамын түсінесің. Бар болғаса.